Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, түрі де дәмі де өте ерекше болып шығатын хорс жасайтын боламыз. Рецептіні қарамай жатып, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Бір таза ыдысқа жылы сүтті құямыз, жылы суды құямыз. Содан соң қант, тұз және де шай қасықтың ұшымен ас содасын саламыз. Және де ертілген сары майымызды құямыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Барлық заттың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. 1 келі масса болғаннан соң ұнымызды салып, ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз, 2-ге бөле отыра салып, жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр илеп шығатын боламыз. Мөлшерден тыс тым көп ұнды пайдаланбаймыз. Қамыр өзі қолға жабысып тұратындай қамыр шығады. Содан соң үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз де, қамырымызды бір кетке етіп жинап алатын боламыз, кішкене илеп жіберіп. Сол кезде біздің қамырымыз өте жұмсақ, керемет болып тұрады. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға салып, 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті дөңгелек көшелердің формасына келтіріп, 2 қамырды қайтадан целлофанға салып, негізі холодильникке қоя тұрсаңыздар болады. Өйткені сыртта тұрса кішкене қамыр жұмсарып кетеді екен. Сондықтан холодильникке қоя тұрыңыздар. Біреуін жайып жатқанда, екеуін холодильникке салып қойып жайсаңыздар болады. Қамырымызды оқтаудың көмегімен ұн сеуе отырып, барынша жұқалап жайып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып қойсаңыздар, мен өте қуанышты болар едім. Байқасаңыздар, қамырды мен дастархан көрініп тұратындай жұқалықта жайып алдым. Содан соң қамырымызды дәл видеодағыдай жинап аламыз да, қамырымызды осы сызғыштың көмегімен 8 сантиметрден өлшеп алып, теңдей етіп кесіп шығатын боламыз. Сол кезде барлығы бірдей әдемі болып шығады. Әрбір кесілген қамырымызды осылай жайып, үстіне ертілген сары майды жағып шығамыз. Дәл осылай 4 қатар жинап алдым. Ең үстіңгі қамырдың үстіне жаңағы сары май жақпаймыз. Содан соң қамырымызды көз мөлшермен шамамен осы 2 саусақтай етіп, барлығын бірдей етіп кесіп аламыз. Әрбір кесілген қамырды спираль тәріздес етіп, дәл видеодағыдай түйіп шығатын боламыз. Өте оңай, мұқият қарасаңыздар, барлығы өте түсінікті көрсетілген. Барлығын дайындап алғаннан соң табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң хорстарды салып, араластыра отырып, орташа отта алтын түске енгенше қуырып пісіріп алатын боламыз. Қатты қызартып пісірмеңіздер, дәл видеодағыдай әдемі сарғыш алтын түске енгенше қызартсаңыздар, сол жеткілікті. Оттың асты орташа отта тұрғаны дұрыс. Ендігі кезекте сиробын дайындап аламыз. 1 ыдысқа қантты, салқын суды, лимон тілімін салып, осы сұйықтықты отқа қоямыз. Қанты ергенге дейін жақсылап араластырамыз да, осы сұйықтық қайнағаннан соң тағы да 7-8 минут шамасында жақсылап қайнатып аламыз да, содан соң лимонын алып, 2 шай қасық бал салып, оттың астын сөндіретін боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің сиробымыз дайын.
Енді осы сироптың үстіне жаңағы хлорыстарымызды салып біртіндеп осылай батырып алатын боламыз. Сонда біздің хлорыстарымыз дәмі өте ерекше болып, дәмі кіріп, өте керемет болып шығады. Мінекей қараңыздар, дастарханға ұсынар алдында осылай күнжітпен әсемдесеңіздер, одан сайын керемет болады. Қараңыздаршы, түрінің өзі тәбет ашатындай өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі қытырлақ әрі өте керемет дәмді болып шығады. Сіздің отбасыңызға және сізге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдап қойыңыздар.